Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей дәмі аузыңызда тіл үйіретін жұмсақ морковный пирог әзірлейтін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көріп, видеома лайк қойып, каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, қант салып, миксердің көмегімен массамыз 2 есе ұлғайып, аппақ болғанша миксерлейтін боламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді оның үстіне сұйық майымызды құйып, алдын ала теркадан өткізілген сәбізімізді саламыз. Және грек жаңғағын майдалатып үстіне салып, біркелкі кеткенше араластыратын боламыз. Енді оның үстіне разрыхлитель, яғни қосқыштымызды саламыз, шым-шым сода және шым-шым тұз салып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді дайын болған массамызды мен пергамент қағазын төседім. Менде форманың диаметрі 21 салып, духовкамызды алдын ала қыздырып, 180 градуста 45-50 минутта пісіріп алатын боламыз. Пирогымыздың дайын болғанын шпажканың көмегімен білетін боламыз. Шпажкаңыз кебі болса, яғни пирогымыз дайын болды деген сөз. Енді менде алдын ала дайын болған кремді осылай жағып, кез келген нәрсемен, карамельмен де оформление жасасаңыз болады. Мен креммен оформление жасадым және үстіне дәнек сеуіп шықтым. Видеоның толық рецептін видеоның астына описанияға тіркеп жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк қойып, осы видеоға қатысты өз пікіріңізді комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдыңғы уақытта осындай керемет рецепттерімді жіберіп алмас үшін подписация бөлімін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ фуд ас болсын.